Армысыздар, қадірлі көрермен. Мектеп білімнің кемесі. Соның бірі Ақтау қаласындағы нөмірі 23 мектеп. Бұл білім ордасына биыл 30 жыл толады. Яғни тәуелсіз Қазақстанның құрдасы. Маңғыстау телеарнасында руханият бағдарламасы. Сіздермен бірге Лаура Айтқожағызы. Мектеп білім тірегі, ұстаз оның жүрегі демекші. Ақтау қаласындағы алдыңғы қатарлы білім ордаларының бірі саналатын нөмірі 23 мектеп бүгінгі бағдарламаның арқауы болмақ. Қазіргі таңда бұл мектепте 234 педагог еңбек етеді. Олардың арасында 10 түрлі ұлттың өкілі бар. Жоғарғы санатты шебер мұғалім саны 216. Бірінші санатты зерттеуші мұғалім саны 65. Ал биыл мектеп 16 жас маманмен толықты. Педагогтардың 30% жоғарғы шебер зерттеуші санаттарын алған ұстаздар. Мектептің әкімшілік құрамы тәжірибелі ұстаздардан құралған. Әкімшілік құрамның ең жасы 30 жаста. Мектеп әкімшілігінің жоғары кәсіби шеберлігі мен ұйымдастырушылық қабілетінің арқасында көп ұлтты 3000-ға жуық бала тәрбиеленетін білім ордасы қалалық, облыстық, республикалық және халықаралық сайыстарда жүлдегер атанып, қаламыздағы алдыңғы қатарлы мектептердің қатарында келе жатыр. Қазиева Зарифа Ахмедоллақызы осы мектептің негізін қалаушылардың бірі. 2005 жылдан бері өзі үздіксіз еңбек етіп келе жатқан мектептің басшысы қызметінде, жоғарғы санатты педагог, Қазақстан Республикасының білім берушісінің құрметті қызметкері, тәжірибелі ұстаз, білікті басшы Зарифа Ахмедоллақызы 2005 жылы Қазақстан халқының бірлігін, қоғамдық келісім мен қазақстандық патриотизмді нығайтуға қосқан лайықты үлесі үшін Қазақстан халқы ассамблеясының құрмет грамотасымен наградталды. 2018 жылы Дағыстан Республикасы мен Қазақстан Республикасы арасындағы мәдени байланыстарды дамытудағы үлесі үшін Дағыстан Республикасы вице-министрінің және мәдениет министрінің құрмет грамотасымен, ал 2019 жылы халықаралық келісімді дамытуға қосқан үлесі үшін халық келісіміне 20 жыл естелік медалімен марапатталды. В этом году в нашей школе также 30-летие мы отмечаем. Еліміздің мерейтойымен біздің мектептің де 30 жылдығы бірге тойланғалы отыр. Сондықтан біз 30 қызықты іс атты ұранмен Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына және біздің сүйікті нөмір 23 мектебіміздің 30 жылдығына арналады. Біздің мектеп көп ұлтты аралас мектеп. Қазақ және орыс тілдерінде сабақтарымыз өтеді. Бұл аралас мектеп қандай білім береді десек, орыс тілінде оқитын оқушы қазақ тілінде, яғни мемлекеттік тілде сөйлеуге тырысады, ал қазақ тілінде оқитын оқушы орыс тілін үйренеді. Бізде өзге ұлт өкілдерінен құралған 3 тілде сөйлейтін мұғалімдер көп. Біздің мектеп өте тату тәтті, достық қарым-қатынастағы ынтымақ бірлігі жарасқан ұжым. Мектепте балалар ассамблеясы жұмыс істейді. Біз облыста балалар ассамблеясы арқылы тәрбиесі жағынан оқушыларды патриотизмге тәрбиелейміз. Балалар ассамблеясы 1998 жылы ашылды. Бір жағынан балалардың тәрбиесіне әсер етеді және мемлекеттік тілге аса мән береміз. Яғни мемлекеттік тіліміздің деңгейін көтеру үшін біз балалар мен мұғалімдерді ерікті түрде қазақ тілін үйретеміз. Сондай-ақ үйірмелер ашып, балаларды қызықтыратын болса, басқа тілдерді де үйретеміз. Зарифа Ахмедоллақызы лезген ұлтының өкілі. Маңғыстау облысының Жетібай кентінде дүниеге келген. Ол көп балалы отбасында тәрбиеленген. Қазақстанда туып өскен мақтан тұтады. 1982 жылы Ералиев кентінде нөмірі 2 құрық мектебін бітіріп, сол білім ордасында қызмет қылады. 1993 жылы Атырау педагогика институтын сырттай бітіріп, тарих пәнінен сабақ береді. Мы являемся призерами многих олимпиад. Біздің мектеп көптеген олимпиадалар мен түрлі байқаулардың жүлдегері. Былтырғы нәтижемен қала арасында байқауларда 3-ші орынды иелендік. Бұл біз үшін үлкен мәртебе. Біздің мектепте оқып білім алған белгілі адамдар өте көп. Мысалы, Осин Кирилл экологиямен айналысады, Сүгірбаев Аят. Біздің мектептің түлектері айта берсек өте көп. Біз оқушыларымызбен мақтан тұтамыз. Олар өмірдегі және қоғамдағы өз орындарын лайықты тапқан
адамдар. Аралас мектеп болғаннан кейін ондай аса қиындықтар жоқ деп есептеймін. Ата-аналармен ортақ тіл табысып жатамыз. Баланың аты бала, баланы жақсы көру керек. Сонда қиындықтар да туындамайды. Ал ұсақ-түйек мәселелер болып жатса, әрине ата-анамен, қоғаммен бірігіп ақылдасып, кеңесіп, шешіп отырамыз. Біз бәрімен де тығыз байланыстамыз. Көп ұлтты ұжымды ұйымшылдықпен басқарып отырған Зарифа Ахмедоллақызы өз ісінің шебері, әрі майталман, тәжірибелі мықты педагог. Үлкен ұжым болғандықтан, мынау ата-ананың, баланың, қызметкерлердің бабын тауы оңай емес шаруа. Ал мына біздің Зарифа Ахмедоллақызы үнемі соның барлығының басында жүріп, үлкен мәселелерді шешетін басшы. Сондықтан да соған байланысты шығар біздің ұжымымыз үнемі ол кісіні қатты сыйлайды, ата-аналарымыз келіп рахметін айтып кетіп жатады. Сондықтан да шығар біздің ұжымымыз тұрақты қызмет істейді. Қызметкерлеріміз ешқайда кетпейді. Кеткен мұғалімдеріміз қайталап келіп жатады. Оқушыларымыз да сондай ұрпақтан ұрпаққа жалғасып жатқан үлкен мектеп. Осындай мектеппен мен мақтанамын. Мерекеміз құтты болсын. Еліміз дейтін алға жылжып дами берсін. Осы мектепте 2020 жылынан бастап жұмыс істеп келе жатырмын. Бір жылдың ішінде көп ұлттық ұжыммен танысып, көп нәтиже алып, өзім екі ұлтты отбасынан шыққанмын. Әкем арменен, мамам қазақ болғандықтан. Енді үйде көбінесе біз әкеміздің тілімізде сөйледік, бірақ 80% біз орыс тілінде сөйлесіп жүрдік. Ең бірінші қазақ тілін, кішкентай кезімізде енді қазақ тілінің мақсатын түсінбедік, не үшін керек екенін, бірақ білім оқу орнын бітіріп мектепке жұмысқа кіргеннен кейін сабақ сағаты жетіспегеннен маған қазақ сыныбын берді. Сол кезде ең бірінші менің қиыншылығым туылды. Сол кезден бастап мен қазақ тілінің нәтижесінде не үшін керек екенін, қажеттілігін түсініп, 4 жылдық курсқа түстім. Астанадан келінген қазақ тілі курсына оқуға түсіп, содан кейін Ақтөбе облысына, Маңғыстау облысына ауысып келіп, осы жердегі қазақ тілінің деңгейін, қандай ұстанымда екен, салт дәстүрлерін көріп, өзім қазақ тіліне сүйіспеншілігім одан да әрі көтерілді. Сосын өзім қазақ ұлтына күйеуге шығып, қазақ еліне келін болып түсіп, дәстүрлердің көп заттарын білмей, түсінбей, енем арқылы қазақ тілінің деңгейіне жетіп, салт дәстүрлерін үйренгенмін. Бұл мектепте де ұжымдарымыз көп ұлтты, ұлттың түр-түрі бар да осы мектепте. Тәтті ұжым, мектебімізде ассамблея бар. Ассамблеяда да көп ұлтты этнос халықтары қатысады, көптеген оқушылар олимпиадаларға қатысып, қазақ тілінің мектептің 30 жылдығы мен Қазақстанның тәуелсіздігінің 30 жылдығы екеуі бір жылға келіп тұр екен. Менің ойымша бұл деген керемет сәйкестік деп ойлаймын. Білікті ұстаз Нина Савченко 1991-2015 жыл аралығында Ақтау қаласындағы нөмірі 23 мектептің алғашқы директоры болып қызмет атқарған. В сентябре 1991 года школа была пущена в строй. 1991 жылдың қыркүйек айында мектепте құрылыс жүріп жатты. Әрине, ең басты міндет алғаш құрылған кезде мектепке мұғалімдер ұжымы мен оқушыларды жинау керек болды. Осыған байланысты біз бір жүйеге келу үшін іздендік. Яғни табысты ұжым болу үшін әрі тәрбиелік жұмыс нақты жүрсін деп біз балалар ассамблеясын құрдық. Уақыт өте келе бұл балалар ассамблеясы өте табысты да үлгілі екенін көрсете білді. Мектептің мәртебесін көтерді, өйткені Республикалық Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшесі ретінде кезекті шақыртуларына барып жүрдім. Елде болып жатқан өзгерістер мен басқа да жаңалықтарды мектепке келіп ұжымдастармен және оқушылармен бөлісіп отырдым. Сөйтіп, біз ондағы бағыттар мен идеяларды бірге талқыладық. Қазіргі таңда мектеп өзінің 30 жылдығын тойлағалы отыр. Балалар ассамблеясы жұмыс істеп жатыр. Беделі асқақ деп есептеймін. Өйткені біз облысқа ғана емес, республикаға да таныспыз. Біз облыстық ассамблеямен шараларды бірге атқарып отырамыз. Біздер әртүрлі шаралар ұйымдастырамыз. Мысалғы, мектептегі этномәдени бірлестіктермен бірігіп, балаларды табиғатқа шығарып серуендейміз. Балалар ассамблеясының берері көп, оқушылар түрлі грамоталар алады. Ал мектеп бітіргеннен кейін жоғары оқу орындарына түсер кезде осы балалар ассамблеясының мадақтау қағаздары маңызды рөл атқарады. Сондықтан бізде ілтипатпен қарап, құлшына жұмыс істейміз.
Школа у нас многонациональная. Почему бы нам, если у нас Біз көп ұлттымыз. Неге балаларға қазақ халқының қонақ жайлылығы туралы немесе неміс ұлтының ұқыптылығын неге айтпасқа? Тізіп айта берсек көп ақ, біз балаларға қазақ халқының және өзге де ұлттың салт дәстүрлерін үйреткіміз келеді. Яғни балалар өзге ұлттың да тілін сыйлайтын болады. Бұл біз үшін мәртебе. Менің атым Райни Эмили. Мен 11-ші сыныптың оқушысымын. Қазақстандықтарды тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймын. Мен Сайлаев Әдет, 23-ші орта мектебі 11-ші сынып оқушысымын. Барша қазақстандықтарды келген 30 жылдық тәуелсіздігімен құттықтаймын. Және мектебіміздің 30 жылымен құттықтаймын. How many stomach? Do you know? Two. This option. To increase there. To increase the food. Thank you. Су біздің өміріміз. Дұрыс емес пе? Су болмаса, өмір жоқ. Осы мектепте біраз жылдардан қызмет істеп келемін. Мектебіміз көп ұлтты мектеп. Татуға, достыққа жарасқан мектеп. Осы мектепте қызмет жасағаныма өте қуаныштымын, мақтан етемін. Әр түрлі сабақтар, шараларды мен психолог ретінде орысша, қазақша еркін өткіземін. Біздің мектеп үлкен, әдемі, ұжымымыз ұйымшыл, оқушыларымыз суатты, оқушыларымыз әр сайыстарда, әр түрлі сайыстарда, олимпиадаларда жүлделі орындар алып келеді. Мен өз мектебіме, Ақтау қаласына бар жақсылықтары тілеймін. Еліміз аман болсын. Мереке құтты болсын. 30 иллік юбилей, мүбарак доғма мектеп. Жарты ғасырға жуық ұстаздық еткен Валентина Щербак тарих пәнінің жоғарғы санатты мұғалімі. 1991 жылдан бері осы мектепте еңбек етіп келеді. Мектептің алғаш құрылған жылдардан бері үздіксіз 26 жыл директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары қызметін атқарды. Бүгінгі күні зейнеткерлік жасына жетсе де, мектепті көгалдандыруды сүйіктісіне айналдырып, оқушыларға экологиялық тәрбие берумен де шұғылданады. Работаю в школе 30 лет. Мектепте жұмыс істегеніме 30 жыл болды. Жалпы педагогты тәжірибем 50 жылдан асты. 1966 жылы осы Ақтау қаласына келдім. Мектепті, өз мамандығымды өте жақсы көрем. Осы мамандығымды тастап кетем деген ой миыма да кіріп шықпаған екен. Балаларды жақсы көремін. Кейінгі жылдар қоғам экология мәселесіне, соның ішінде өсімдіктерге назар аудара бастады. Ал мектепке бұл ауадай қажет. Бізде жас бағбан деген үйірме жұмыс істей бастады. Қазір бұл өсімдіктер экологиясы деп аталады. Балалар сүйсініп жұмыс істейді. Менімен бірге гүлдердің шаңын сүртеді, суарады, кезекшілікке тұрады. Гүлдер құлап кетіп жатса, маған жүгіріп келіп айтады: "Апай, гүл құлап қалды" деп, немесе жаңасын алып келеді. Мен оларға айтам: "Балалар, гүл біздің өміріміз. Сендер ауырып қалсаңдар, гүлдер де ауырып қалады" деймін. Олар осыған сенеді. Әрине, негізінен солай ғой. Олар мұны жан дүниесімен көреді. Биыл көптеген жас мамандар келді. Оларға бар білгенімізді үйретіп жатамыз. Мектепті, балаларды жақсы көріңдер деп ақыл кеңесімізді айтып отырамыз. Бір сүйсінерлік жағдай, біздің мектеп Қазақстан Республикасының тәуелсіздігімен құрдас. Біздің 23-ші мектептің педагогтар ұжымын құттықтаймын. Бүкіл Қазақстан халқын құттықтаймын. Бәрін сондай жақсы көрем. Мен Қазақстанда туып өстім. Мен қазақстандық болғаныма қуанам. Мереке құтты болсын менің жақсыларым. Шектігүл Шолақова. Теориялық білімі терең, сауаты мықты, шығармашылықпен жұмыстанатын ұстаз. Шебер ұстаздың еңбегі оқушылардың жетістіктерімен ұштасып жатыр. Мұғалімнің география терминдерін түсіндірме сөздік атты авторлық жинағы облыс көлемінде таратуға ұсынылды. Ұлағатты ұстаздың есімі Маңғыстау мұғалімдері энциклопедиясына енгізілді. 1984 жылы Орал қаласындағы педагогикалық институтының жаратылыстану факультетін бітіріп, сол 84 жылдан бастап осы уақытқа дейін ұстаздық қызмет етіп келе жатырмын. Менің қазір педагогика стажым 37 жыл. Осы мектепке, осы 23-ші орта мектепке мен 1997 жылы келдім. Осы мектепке қазір жұмыс жасағаныма 25 жыл болып отыр. Енді бұл мектеп 1991 жылы ашылған мектеп екен. Биылғы жылы осы мектебіміздің құрылғанына, ашылғанына 30 жыл болып отыр. Және биылғы жылы біздің тәуелсіздігімізде 30 жыл. Менен білім алған
шәкірттерімнің ұстаз болып жүрген осы облыс көлемінде біздің Маңғыстау облысының аудандарында еңбек етіп жүрген шәкірттерім бар. Айтып айтсам, Ерманова Айдана, география пәні мұғалімі қазіргі кезде Жетібай кентінде сабақ береді. Одан кейін Имашева деген Алтынай деген шәкіртім бар, ол мына Баянды кентінде география пәнінен мұғалім болды. Тіпті кеше былтырғы жылы бітірген Ғани деген шәкіртім қазіргі кезде апай сіздің жолыңызды қуам, география пәні мұғалімі болам деп ер бала қазір біздің Есен университетінде география пәні мұғалімінің білім алуда. Қазіргі кезде біздің мемлекетіміз жалпы ұстаздардың мәртебесін көтеріп, ұстаздарға деген қамқорлығы көруімізге болады. Қазіргі кезде ұстаздардың мәртебесін көтеру туралы көптеген мәселелер қаралды. Бұл үшін өте құрмет деп ойлаймыз. Сондықтан да болашақта да осы ұстаздар көбейе берсін, еңбек етсін деп. Ұстаздық жол әрине қиын, бірақ әрі қызық. Мен енді сол ұстаздық жолды таңдап 40 жылдай жұмыс жасап, осы ұстаз етіп келе жатқан мұғалімдердің бірімін. Ал мынау мектеп ұжымына, мынау біздің мектебіміздің құрылған 30 жылдығымен құттықтап, үлкен биіктікте, үлкен жетістікке жете беруіне және барлық біздің облыстың, Маңғыстау облысының халқын, бүкіл мемлекетімізді биылғы тәуелсіздіктің 30 жылдығымен құттықтаймын. Рабиға Жұмабайқызы, ізденімпаз, өз ісіне адал, талап қоя білгіш зерттеуші педагог. Қай сабағының да нәтижелі шығуы ұстаз шеберлігінің, теориялық білімділігінің айғағы. Оқушылардың психологиялық ерекшеліктерін ескерту, соған сай тәрбие сағаттарын түрлендіріп отыру, ұлттық салт дәстүрлі сабақта ұдайы қолдану мұғалімнің дағдыға айналған тәсілдері. Бүгінгі таңда химия пәнін 3 тілде білім беру тәжірибесін қолданушы үлгілі педагог. Осы мектепте химия пәнінің мұғалімі болып жұмыс жасаймын. 1991 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің химия факультетін бітіріп келген Казгудың түлегімін. Ол бітіргенімізге мінеке 30 жыл болыпты биыл. Мемлекетіміздің де тәуелсіздік алғанның 30 жылы. Сонымен бірге біздің мектебімізде осы тәуелсіздіктің құрдасы болып тұр. Сонымен менің еңбек өтіліме 30 жыл, ал осы мектепте еңбек өтіп келе жатқаныма 25 жыл болып отыр. Жалпы мұғалімдік деген ұстаздық еңбек өте қызықты, қиындығы да бар. Сонымен бірге шәкірттерімізбен бірге өсіп, тәжірибе жинақтап, үлкен маман болып келе жатырмыз. Биылғы еліміздің тәуелсіздігімен тұспа-тұс келіп отырған мектебіміздің де 30 жылдық мерейтойы құтты болсын. 2017 жылы бұл білім ордасы үздік қала мектеп атағын жеңіп алды. Сондай-ақ мектепте Абай әлеміне саяхат клубының орталығы жұмыс істейді. Абай әлеміне саяхат клубының ашылу рәсіміне орай мектептің 1000 оқушысынан құралған 1000 бала хоры өз жұмысын бастаған болатын. Мектептің 1000 оқушысынан құралған хор Абайдың 175 жылдық мерейтойына арналған кеште желсіз түнде жарығы әнін бір мезетте шырқаған еді. Осы талантты оқушыларымыздың көмегімен облыс көлемінде өткізілген Абай жылының ашылуын біз ұйымдастыруға атсалысқан болатынбыз. Қаламыздың және облысымыздың көлемінде өткізілетін семинарлар, конференциялар мен мұғалімдер олимпиадалары, жалпы пәндік олимпиадалар да біздің мектебімізде ұйымдастырылып тұрады. Мектебіміз бүгінгі таңда қала көлеміндегі беделді оқу орындарының қатарына еніп отыр. Биыл мектебіміздің құрылғанына 30 жыл толып отыр. Осы уақыттар барысында мектептің гүлденуіне, дамуына, жалпы оқушылар мен ұстаздардың үлкен жетістіктерге қол жеткізуінің бірден бір себебі бұл мектеп әкімшілігінің ұйымдастырушылық және жоғарғы қабілетті кәсіби шеберлігінің арқасы деп айтуға болады. Құрметті ұстаздар қауымы, 23-ші орта мектептің ұжымы, оқушылар, сіздерді бүгінгі мектептің іргетасы қаланғандығына
30 жыл өтуіне байланысты мерейтоймен шын жүректен құттықтаймын. Осы мектептің қабырғасынан білім алып, осы өмірдің, осы қоғамдық өмірдің барлық процестеріне белсенді араласып, өзіміздің орнымызды қоғамнан, өмірден тапқанымызға біз ең алдымен әуелі осы ұстаздарымызға зор ризашылық білдіреміз. 23-ші мектепті 1997 жылы бітірген түлек ретінде айтарым, бұл алтын ұя мектеп біз үшін қашанда қастерлі, қашанда киелі. Біз осы мектептің қабырғасында тәрбиеленіп, ұлы өмірге жолдама алдық. Бүгінгі мектептің 30 жылдық мерекесі біздің халқымыздың, мемлекетіміздің ең басты құндылығы тәуелсіздік, яғни тәуелсіздіктің 30 жылдық мерекесімен тұспа-тұс келіп отыр. Мен бұны өзімде жақсы ырымға балаймын. Мемлекеттің іргесі бекіп, өзінің тұғырын нықтап, тәуелсіз мемлекет атанған қазақ халқының ұлы арманы, үлкен үміті ақталған сәт, осындай мерейлі сәтте өзінің қуанышын егіз тойлап жатқан, тең атап өтіп жатырған менің мектебім, менің жүрегімде қашанда мәңгілік ыстық естеліктермен қалады. Менің әрбір әріптестерім, сыныптастарым, сол ортада бірге тапқан жолдас достарым әлі күнге дейін өмірде де біздің өте жақсы ыстық ықыласпен араласатын өмірлік серіктеріміз, өмірлік достарымызға айналып кетті. Ал ұстаздарымыздың аяулы бейнелері, олардың ұлағаты, олар берген білім қашанда біздің өмір жолымыздағы темірқазық жұлдыздай өзінің сәулесін шашып тұрады. Сіздерге осы үшін, осы бір берген білім, қалыптасқан мінез, көрген тәрбие үшін сіздерге қашанда алғаусыз алғысымды білдіремін. Мектебіміздің 30 жас мерейтойы құтты болғай. Здравствуйте, дорогая школа номер 23, в лице директора Зарифа Ахмедуллаевны, моего классного руководителя Бахтяровой Надежды Викторовны и всего преподавательского состава хочу поздравить с этим знаменательным вашим праздником, 30-летием нашей школы. Хочу самым главным пожелать вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и выразить огромную благодарность за ваш труд, терпение и за те знания, что вы нам дали во взрослую жизнь. Спасибо вам огромное, низкий поклон. Люблю вас навсегда, ваша Сатыбалдина Айнура. Здравствуйте. Хочу от души поздравить самую лучшую нашу школу, любимую, дорогую, школу номер 23 с юбилеем, с 30-летием. В особенности хочу поздравить наших учителей, педагогов, нашего директора Зарифу Ахмедуллаевну, нашу дорогую классную руководительницу Надежду Викторовну. Спасибо вам за все, за то, что подарили нам знания, за все яркие моменты в нашей жизни, которые связаны с этой школой. Благодаря этой школе мы были подготовлены к взрослой жизни. У нас появилось много-много друзей, с которыми мы до сих пор общаемся, до сих пор дружны, думаем еще долго-долго. Хочу пожелать школе процветания, долгих-долгих лет процветания, много хороших учеников, чтобы ученикам легко училось, а педагоги с удовольствием. Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, киелі білім ортасы Алтын ұя мектебінде бүгінгі 30 жылдық мерейтоймен құттықтаймын. Білім нәрімен сусындатқан ұлағатты ұстаздарыма үлкен алғыс білдіремін. Бүгінгі жастардың білім жинауға қашанда асығып, болашақтың озық ойлы, өрісі кең, өрелі азаматтары болу жолында қажымай, талмай, еңбектің өлшеусіз үлесін көрсете білген ұстаздарыма мың рахмет. Өмір жолымызға бағыт-бағдар сілтеген номері 23-ші мектеп ұжымының ұстаздарына және сынып жетекшім Еңсегенова Күләш апайға үлкен рахмет айтамын. Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, мен Оразбиба Ғарифолла қызы номер 23 орта мектептің 2015 жылғы Есетова Райхан апайының сабында тамамдаған түлегімін. Қазіргі таңда Оптимум мекемесінде геолог маманы болып қызмет атқарамын. Бүгін осы Алтын ұя мектебіміздің айтулы 30 жылдық мерейтойына орай мектеп басшысы мен ұстаздар ұжымына алғыс айтып,
шын жүректен құттықтаймын. Біз бұл мектепте білімдерімен сусындалып, білікті ұстаздарымыздың бізге қалаған кірпішінің арқасында, соның нәтижесінде жаңа ересек өмірге қадам басып, үлкен белестерді бағындырудамыз. Мектебіміз тек әрдайым көркейе берсін, әдемілене берсін, әрдайым осы еліміздің алғашқы легінен көрініп, мақтаулы мектептердің бірінен болсын. Ұстаздарымызға, мұғалімдерімізге тек қана мықты денсаулық тілейміз, сәттілік, шығармашылық табыс тілеймін. Біз сіздерді жақсы көреміз, сыйлаймыз, құрметтейміз. Саламатсыздар. Мен Ғазизова Анар, мен Аққуат. Номер 23 орта мектептің 2019 жылғы жас түлектеріміз. Мектебімізді 30 жылдығымен құттықтаймыз. Здравствуйте. Хочу поздравить школу номер 23 с юбилеем 30-летия. В лице директора Зарифа Ахмедуллаевны, классной руководительницы Надежды Викторовны, а также весь преподавательский состав. Хочу пожелать всего самого наилучшего, счастья, здоровья, благополучия, чтобы все было хорошо. Мерекеміз құтты болсын, денсаулық, бақыт тілеймін. Ұлылықты ардақтықтар үнемі, алтын ұя ақ босаға киелі, қанат қаққан білім алып өзіңнен күллі шәкірт саған басын иеді. Тарыдай болып кіріп, таудай болып шығатын бұл мектеп тәуелсіз Қазақстанның құрдасы. 30 жыл, аз да көп те уақыт емес. Тәуелсіздігіміздің мерейтойымен тұспа-тұс келген бұл білім ордасы еліміздің көк байрағын желбіретіп, оны әлемге танытатын алтын ұя мектеп боларына сөзсіз сенеміз. Мектептің ордалы 30 жасы құтты болсын. Білім нәрімен сусындатқан мәртебелі ұстаздарға шығармашылық табыстар тілейміз. Сіздермен бірге болған Лаура Айтқожағызы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ұлы даланың ұлы халқы аман болсын ағайын.